Камажай би 4000 жылдық тарихы бар десем сенесіз бе? Камажай деген биді бәріміз білеміз, иә? Сонда Серикбол Қондыбай деген біздің ұлы замандасымыз Камажай деген сөзге мән беріп зерттеген ғой. Сонда сөз екі бөлігін. Қам, сосын әже деп солай болжайды. Әже, ажа деп. Сосын ай. Ол жұрнақ дейміз ба, я мынау якут, саха якут тілінде ай деген, айы деген ол бір аспан құдайларының атауы. Жалпы сондай мифологиялық бейнелердің атына қосылатын сондай жұрнақ. Енді қам деген сөзге келсек, қам ол бақсы деген сөзді білдіреді. Мысалы, Қорқыттың әкесі Қам дейді, кейбір аңыздарда аты Қам болды деп. Сосын мынау Хуну заманында, көне түрік заманында Махмуд Қажғари 11 ғасырдағы сөздігінде, түрік сөздігінде Қам деген сөздің мағынасы сол бақсы деген сөз. Осыдан орыстарда шаман деген орыс тілінде сөз тарады ғой, ол түріктердің сөзі емес, бірақ ол шаман мен қам ғалымдар, тілтанушылар бір түбірі дейді. Өйткені к, ш, с болып кете береді. Және де орыста камлани деген бақсының ойынын, қам ойынын камлани дейді. Ол түрік тілдерінен енген сөз. Сонда тағы да көптеген дәлелі бар. Тонау үндістерде Кама деген құдай бар. Мынандай ынтызарлықтың құдайы. Сосын әже дегенде, біз енді әже деген сөзді қазір былай түсінеміз ғой, әже деген сөз. Бірақ негізі ол бұрында ол бір діннің, бір білімнің абызы сияқты әйел тұлға әже деген сөз. Кемпірде сондай үлкен мағынасы бар сол сөздің. Сонда әже, ажа деген сөз көптеген мифологиялық бейнелердің атында кездесетін түбір. Сонда бұл жерде қам, ажа деген ол бір діннің, бір білімнің, бақсылықтың, абыз анасы деген, абыз әйел деген мағына береді екен. Ал бидің өзіне қарасаң, мынандай қимылдары осындай ғой. Серикболдың арғы қазақ мифологиясының 3-ші кітабының тең жартысы 200 бет, мынау қазақ, түрік, дейік түрік, өте көне түркілердің мифологиядағы әйел рөлі. Әйел рөлі, а тең жартысы жылан культі. Жыланға, айдаһарға сенім нанымдары. Сонда бұрында дейді, өте көне түркілерде, дей заман, пәленбай 1000 ғасыр бұрын түркілер біздің арғы анамыз жылан түрінде деп солай сенген. Сол түріктерде сондай сенім болған. Сосын мынау оңтүстік Үндістанда дравидтер деген халықтар бар, сол дравидтерде сақталған. Және олармен тілімізде, өнерімізде кей ұқсастықтар бар да. Сонда Серикбол айтады, олардың да биінде сондай ұқсас қимылдар бар. Оларда осы сөз, Кама деген құдай сақталды. Демек дейді, бұл жылан. Біздің ертегілер, сондай бір аңыздарда мынау иығынан жылан өсетін бір бейнелер сақталғанда, сонда мынау қимылдар ол қол емес, ол жыланның қимылдарын көрсетеді деген нәрсе. Ал Мадина Базархан деген суретшіміз сол жайында суретте салды, Камажайды оқып, Серикболдың сол Камажай туралы мақаласын оқып сурет салған.